Қалампыр қайдан келеді? Оның қандай пайдалы қасиеттері бар? Және ол қандай зиян келтіруі мүмкін? Деген сияқты тағы да басқа сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, жалпы қалампыр жайлы толық ақпарат алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Құнды әрі пайдалы ақпараттан құр қалмаңыз. Бүгінгі күні ұнтақталған немесе тұтас қалампырды кез келген ас үйден табуға болады. Бірақ бір кездері бұл демдеуіш сән салтанаттың атрибуты болды. Қалампыр мирт тұқымдасына жататын тропикалық ағаштың кептірілген, ашылмаған бүршіктері. Ежелден бері ерекше хош иісі бар күйдіргіш дәмдеуіштер тамақ дайындауда, медицинада, парфюмерияда және тіпті эзотериялық рәсімдерде қолданылған. Бұл дәмдеуіш не үшін соншалықты құнды екенін, неліктен оны диетамызға жиі қосу керек екенін және қалампырдың денсаулыққа қандай пайдасы немесе зияны тиетінін бірге білейік. Тамақтанудағы қалампырдың тарихы. Молукалар қалампырдың отаны болып саналады. Дәмдеуіш өзінің атын өзіне тән пішініне байланысты алды. Латын тілінде бұл клавусқа ұқсайды. Аудармада тырнақ дегенді білдіреді. Дәмдеуіш адамзатқа кем дегенде 2,5 мың жылдан бері белгілі. Мысалы, Қытайда ол тыныс тазартқыш ретінде қолданылған. Тіпті мұндай ереже болды. Императорды қабылдамас бұрын мүмкін болатын жағымсыз иісті бейтараптандыру үшін бірнеше қалампыр шайнаңыз. Ежелгі мысырлықтар қалампыр гүлін ғұрыптық мақсаттарға бейімдеген. Одан өлгендерді мумиялау үшін алқалар жасалды. Үндістанда қалампыр емдік қасиеттер үшін бағаланды. Сол жерден Грекия мен Римге жеткізілді. Еуропада хош иісті қалампыр алтынға тең болды және бастапқыда емдік сусындарды жасау үшін пайдаланды. Дәмдеуіш ретінде ол қайта өрлеу дәуірінде ғана кең тарады. Португалдықтар молукаларды басып алды, ал француздар маскарендерге қалампыр отырғыза бастады. Содан бері қалампыр барлық дерлік ұлттық тағамдардың ажырамас бөлігіне айналды. Қалампыр құрамы мен калориясы. Қалампыр бүршіктері витаминдер мен биоактивті заттардың көп мөлшерімен мақтана алады. Бұл А, Е, С, К, Б тобының дәрумендері. Сондай-ақ минералдар магний, калий, натрий, мырыш, темір және эфир майлары деп ескертеді гастроэнтерологтар. Дегенмен мамандар назар аударады. Тамаққа 2-5 гүлден артық пайдаланбайтындықтан қалампырды дәрумендер мен минералдардың жалғыз көзі деп санамауымыз керек. Сонымен қатар қалампыр бүршіктерінде эфир майы, тағамдық талшықтар, гликозидтер, шырыш, май және таниндер бар. Қалампырдың пайдасы. Дәмдеуіштер дененің барлық жүйелеріне оң әсер етеді. Оның бактерицидті қасиеттері бар. Саңырау құлақтар мен вирустармен күреседі, токсиндерді кетіреді, жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Ол айқын аналгетикалық және спазмолитикалық әсерге ие. Қалампырдағы С дәрумені иммунитетті арттыруға және қан тамырлары мен шеміршек қабырғаларын нығайтуға көмектеседі. К витамині гемопоз қызметін, сондай-ақ бауырдың, өт қабының және бүйректің жұмысын жақсартады. В6 дәрумені есте сақтауды жақсартады және қандағы глюкоза деңгейін бақылайды. Бұл әсіресе қант диабетіне маңызды. Қалампырдың әйелдерге пайдасы. Қалампыр ерте заманнан бері гинекологиялық ауруларды емдеуде қолданылған. Дәмдеуіш етеккір циклін қалпына келтіреді. Менопауза белгілерін жояды. Предменструалдық синдромды жеңілдетеді. Сонымен қатар қалампыр эмоционалдық саланы тамаша үйлестіреді. Бірақ жүкті әйелдер демдеуіштерден бас тартуға мәжбүр болады. Демдеуіш жатырдың тонусын ынталандырады және төтенше жағдайларда түсік түсіруге немесе мерзімінен бұрын босануға әкелуі мүмкін. Қалампырдың ерлерге пайдасы. Адамзаттың күшті жартысы үшін дәмдеуіштер де пайдалы болады. Ол табиғи афродизиактарға жатады, потенциалды жақсартады және простатиттің алдын алудың тамаша құралы болып табылады. Қалампыр бұлшық ет кернеуін жеңілдетеді және қан қысымын тұрақтандырады. Сондықтан оның денеге әсері физикалық күш салудан кейін әсіресе пайдалы болады. Қалампырдың балаларға пайдасы. Гастроэнтерологтар
ескертеді. 3 жасқа дейінгі балаларға, әсіресе қатаң 2 жасқа дейінгі балаларға қалампыр болмайды. Дәмдеуіш аллергия тудыруы мүмкін. Бірақ егде жастағы балалар үшін дәмдеуіш оның иммуномодуляциялық қасиеттері мен антипаразиттік әсері үшін пайдалы болады. Қалампырдың зияны: қалампыр қан қысымын жоғарылатуы мүмкін. Сондықтан гипертониясы бар және жүрек-қан тамыр жүйесінде ауыр бұзылулары бар адамдарға жеу ұсынылмайды. Етеккір кезінде дәмдеуіштер қажет емес, өйткені оның құрамындағы белсенді заттар қанды жоғартады. Бұл қан кетудің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Ас қорыту проблемалары бар адамдар бұл дәмдеуішті сақтықпен қолдануы керек. Гастроэнтерологтар қалампыр тәбетті ашады, өйткені оның құрамында эфир майлары көп деп түсіндіреді. Егер адамның асқазанының қышқылдығы төмен болса, қалампыр көрсетіледі. Керісінше, егер қышқылдық жоғары болса, онда дәмдеуіштерді теріс пайдаланбау керек. Қалампырдың медицинада қолданылуы: қалампыр халық медицинасында сұранысқа ие. Асқазан ішек аурулары, панкреатит, қант диабеті, ауыз қуысының қабынуы, тері бөртпесі және басқа да проблемалар үшін тиімді деп саналады. Көптеген елдерде қалампырдың эфир майы дәрілік заттарды өндіруде қолданылады. Ауруды басатын, суық тиюге қарсы препараттарды өндіруде. Май стоматологияда уақытша пломбалардың құрамдас бөлігі ретінде кеңінен қолданылады. Бұл дәмдеуіштің әлеуетін бүкіл әлем ғалымдары зерттеп жатыр. Қалампыр эфир майы 70% эвгенолдан тұрады. Бауыр циррозында тиімді екені қазірдің өзінде белгілі. Эвгенолдың қабынуға қарсы қасиеттері бар және бауырды бұзылудан қорғайды. Ол сондай-ақ остеопорозға қарсы күресте тиімділігін көрсетті. Сонымен қатар эвгенолдың микробқа қарсы әсері бар және күшті антиоксидант болып табылады. Яғни ол қатерлі ісіктердің негізгі кінәлілері болып табылатын бос радикалдардың денесін тазартады. Пісіруде қалампырдың қолданылуы: қалампыр маринадтар мен соустарды дайындауда қолданылады. Көбіне ет және балық тағамдарына, сорпаларға, бұқтырылған тағамдарға қосылады. Сонымен қатар, қалампыр глинтвинол сияқты сусындарға жақсы әсер етеді және десерттерге дәмдеуіштерді қосады. Қалампыр шайы: бұл хош иісті сусын сізді қолайсыз ауа райында жылытып, бай ащы дәмімен қуантады. Ол сондай-ақ тұмау мен суық мезгілде тамаша профилактикалық болып табылады. Қалампыр, имбир және даршын араластырыңыз. Қоспаны сумен құйып қайнатыңыз. Қара шайды қайнаған сумен қайнатып 5-7 минут қайнатыңыз. Лимон, апельсин шырыны және бал қосыңыз. Сусын дайын. Қалампырды қалай таңдауға және сақтауға болады? Жақсы қалампыр қызыл қоңыр түспен ерекшеленеді. Оның бүршігі аздап майлы болуы керек. Егер бүршік құрғақ, мыжылған және сынғыш болса, онда дәмдеуіш ұзақ уақыт сақталады. Бұл оны жеу денсаулыққа зиян тигізеді дегенді білдірмейді. Тек мұндай дәмдеуіштің айқын дәмі мен хош иісі болмайды. Ол үшін шын мәнінде бағаланады. Қалампырдың сапасы оның құрамындағы эфир майының болуымен анықталады. Ол жапырақтың түбінде шоғырланған. Дәмдеуіштердің жеуге болатынын тексерудің сенімді жолы бар. Оны бір стакан суға батырыңыз. Егер қалампыр көлденең күйде қалқып кетсе, оны енді сатып алудың қажеті жоқ. Ал егер ол тік болса, қақпағы жоғары болса, онда әлі де жеткілікті май бар. Дәмдеуіштердің сапасын анықтаудың тағы бір жолы: екі парақтың арасындағы бүршікті ұсақтау. Майлы дақ өнімнің балғындығын көрсетеді. Қалампырларды ұнтақ түрінде емес, тұтастай алғанда сатып алу жақсы. Ұнтақталған қалампыр тезірек бұзылады және ащы дәмін бастайды. Дәмдеуіштердің жарамдылық мерзімі тұтастай алғанда 1 жыл, ал ұсақталған түрінде 6 ай. Қалампыр иістерді жақсы сіңіреді және оның хош иісін басқа өнімдерге береді. Сондықтан дәмдеуіштерді оқшауланған қараңғы және құрғақ жерде тығыз жабылған ыдыста сақтау ұсынылады. Кептірілген қалампырды шайнауға болады ма? Иә, бұл шығыс халықтары үшін, атап айтқанда Қытай мен Үндістан үшін өте кең таралған тәжірибе. Мұнда қалампыр көптеген ауруларды емдеуде бұрыннан сәтті қолданылған.
бір қалампыр бүршігін 1-2 минут шайнау ас қорытуды жақсартады, жағымсыз иісті кетіреді. Стоматит пен қызыл иіс ауруына көмектеседі деп саналады. Диета кезінде қалампыр жеуге бола ма? Диета кезінде қалампырды жеуге рұқсат етілмейді, бірақ ұсынылады. Бұл дәмдеуіш метаболизмді тездетуге қабілетті, яғни салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Достар, бүгінгі пайдалы ақпаратым осымен тәмам. Егер де видео ұнаса, лайк басып, қазақша контентті қолдай кетіңіз. Каналға да жазылуды ұмытпағайсыз.